Ассалаумалейкум достар. Бүгінгі видеомыз әрбір машинада болу керек құрал деп ойлаймын. Бұл диагностикалық құрал. Яғни кез келген уақытта машинаңыз бұзылып қалып, или бір ошибка шығып дұрыс жүрмеген уақытта осы құрал арқылы қателіктерін өшіріп, или қандай датчик кетіп тұр, қандай ошибка шығып тұр, ненің себебінен машина дұрыс жасамай тұр, соны анықтап білуге болады. Ол мынандай құрал ELM 327 деген. Бұл дейтін телефонға Bluetooth арқылы қосылатын құрал. Мынандай құрал болып келеді. Бұл машинаның ебуі дегеніміз, яғни машинаның мазгасы ғой, былай сөзбен айтқанда, өзіміздің тілімізбен соған қосылу арқылы машинаның дейтін осы блок управления двигателем деген ебуі, сондағы қандай ошибкалар бар, машинаның қай жері жасамай тұр, соны тексеруге болады. Бұны қазір мен сіздерге қосып көрсетемін. Қосу үшін әр машинаның әртүрлі жерінде болады. Бұл қосылатын жері кейбір машиналарда мына рульдің төменгі астың жағында болады, мынандай жерлерде. Кейбір машиналарда керісінше мына жақ шетінде болады. Бұл машинада мына жағында болып келеді. Көрсетуге тырысайын. Мынандай оған тоже штекер болып келген. Осылай қосқанда міне қараңыздар, мынандай болып фокус кетіп қалып жатыр. Осылай қосылады. Бұны қосқаннан кейін машинамызды қыздырамыз. Машинаны қыздырғанда бұл машинада мынандай чек индикатор жанып тұрады. Бұл чектің не себепті жанып тұрғанын жаңағы диагностика арқылы анықтап біле аламыз, қандай ошибка шығып тұрғанын. Қазір сол приложениеге кіріп көрсетемін сіздерге. Бұл жерде біздер неге приложение арқылы Car Scanner деген приложениеге кіреміз. Загрузкасы жүреді. Одан кейін общий меню ашылады. Bluetooth-бен жаңағы адаптерімізді қосу арқылы төменде қарасаңыздар подключение к ELM дейді. Подключение жүріп жатыр, және подключение к EBU. Бұл электронный блок управления двигателя. Соған подключениесі жүріп жатыр. Көрдіңіздер ме? Екеуі де жасыл жанды. Енді осы жерден қазір жоғарыда көтереміз. Ошибка DTS деген бар. Сонда көреміз. Соны блок управления двигателемге галочка қоямыз. Онда көптеген функциялар бар. Соның бәрін таңдауға болады, керектісін. Содан төмен прочитать дегенді басып, загрузка жүреді. Бұл уже дейтін жаңағы блок управления EBU дедік қой, двигателімнің. Соның ішіне кіріп, загрузка жүріп жатыр. Қазір қандай ошибкалар бар, соны ойланып көрсетеді. Бұл диагностика құралының бір жақсысы, алыс жолда келе жатып, жолда бұзылып қалған жағдайда сол кезде өте ыңғайлы. Егерде кетіруге келетін ошибкалар болатын болса, кетіріп тастап, машинаңыз дейтін қайтадан қалпына келеді. Ары-арада жолыңызды жалғастыра бересіз. Қаланың ішіне тіпті жақсы. Әрбір СТО-ға барып ақша төлеп жүрмейсіз. Міне мұнда дейтін ошибка шықты. P0420 деген слишком низкая производительность катализатора банка номер 1. Бұл машинада катализатор алынып қалған, сол себепті дейтін бұл ошибка дейтін әсін шығып тұрады. Осы P0420 деген. Бұны дейтін очистить басып, төмендегі
өшіреміз. Бұдан да қызықты видеолар көргілеріңіз келсе, алдағы уақытта подписка жіберіп, комментарий қалдыруларыңызға болады. Төменде қоңырауды басып, бұл мен үшін үлкен қуанышты жағдай болады. Себебі дейтін подписчик көбейсе, YouTube каналында осы салынған видеолар дейтін рекомендацияға шығып, көбірек көрінеді. Сол үшін сіздерден сондай көмек сұраймын. Лайк басып, подписка жіберулеріңізге және комментарий қалдыруға. Бұл диагностикалық құрал осы қателеспесем 2000 жылғы машиналардан бері қарата шыққан машиналардың бәрінде болады. Бәріне қолданатын варианты очистки ошибок дейді. Очистка только найденные ошибки. Настройка параметра очистки дейді. Біріншісін басамыз. Мұнда дейтін мынандай внимание деп ескертулер жатады. Соны басамыз. Содан кейін ошибканың барлығы жойылады. EBUдың памятінен жойылады. Очистка кодов неисправности завершена деген не шықты. Қайтадан барып тексеруге де болады. Мына жерде мен қайтадан қосып көрсетіп жатырмын сіздерге. Мына чектің индикаторы сөнді. Ешқандай ошибка жоқ қазір. Бұл құралды әрқашанда машинада жүргені жақсы. Кез келген уақытта кез келген ошибканың машина неден болып тұрғанын причинасын табуға ең бірінші көмек көрсететін осы құралды болып саналады. Бұл құралды алғаныма мен қателеспесем 6 или 7 жыл болып қалды. Ол кезде дейтін 16-17 мың тұратын болды. Қазір базарларда 4-5 мың теңгенің айналасы болу керек. Іздеп қарап алуларыңыз болады. Егер де алғыларыңыз келсе, маған хабарласуларыңыз болады. Өзім тауып беремін сіздерге. Келесі қайтадан кіріп көрсетейін сізге. Мұнда дейтін жаңағы функциялардан блок управление двигателем. Одан шыққаннан кейін біздер так параметр прибор деген бар. Мұнда бүткіл прибордағы оборотты, жылдамдықты, средний скорость, использование топлива, қандай топливо құйылатынын соның бәрін көрсетуге қарауға болады бұл арқылы. Мына блок управление двигателін жаңағыдай қайтадан таңдап көрейік. Қазір қайтадан ойланады. Міне код неисправности не обнаружен дейді. Жаңағы өшіргеннен кейін уже ошибка қайтып шыққан жоқ. Бұл ошибкалар дейтін, егерде осы ауруын тауып емдемесе, бұл ошибкалар қайтадан шығып кетеді. Қайтадан өшіруді, очистка код неисправности өшірілді. Қайтадан көрсетейін, мен менюға барып. Мұнда менюда дейтін статистика дейді, мына бензин колонканың суреті. Қанша бензин жойылды, соны көрсетеді. Мына статистика. Средний расход топлива 8 литр. Средний скорость 80 км сағат пен жылдамдықпен жүрген моточас дейтін бат 8,5 сағат машина қызып жұмыс жасаған. Мотор пройденный путь 688 км, использован топливо 55 литр қолданылған. Стоимость топлива дейді 55-65 доллар демен көрсетілген. Енді бұл жер қате, бұны өзгертуге болады деп ойлаймын. Дальше тағы не көрсетуге болады сіздерге. Мониторинг EBU дейді. EBUге қандай датчиктерді оқып тұрған. Мұнда углубленно тереңдетіп мұқият қарап танысып интернеттен қарап
түсініп үйренуге болады. Мен особо оларға кіріп қарап жүрген жоқпын. Мында значениялары, минимальный, максимальный обороттарды или вольтлердің бәрін көрсетіп тұрады тестовый режимде. Міне осылай кері айырылып шығамыз.